бір қанатпен қонған ұшақ. Ұшақтың ауаға көтерілгеніне 25 секунд қана болған еді. Ұшақтағылар біртүрлі дыбыстар және тербелістерді сезді. Олар жағдайды дұрыстау үшін бірнеше әрекеттер жасады, алайда ол әрекеттер көмек бермеді. Двигатель істен шықты. Бірнеше минуттық ұшудан соң самолет 900 метр биіктікке көтерілді және екі двигательде істен шықты. Ұшушылар өздері ұшқан әуежайға қонуға әрекет жасады. Олар двигательдерді қайта іске қосуға әрекет жасады, алайда еш нәрсе көмегін бермеді. Ұшу экипажы бірінші ұшақтың алдыңғы жағын июге, сосын тегістеуге шешім қабылдады. Бұл ұшақтың керекті тезлікті жинауына жәрдем беруі мүмкін еді. Алайда ұшақтағылар тез арада әуежайға ұшып бара алмайтынын түсінді. Енді ұшақ құлайды. Дәл осы кезде ғажайып жағдай орын алды. Видеоның жалғасын көрместен бұрын BNKZ арнасына жазылып, қолдап кетіңіз. Ендеше біз бастаймыз. Таңертең ұшудан алдын барлығы әдеттегідей басталды. Ұшу алдыңғы тексерулер, жақсы ауа райы, экипаж мүшелері тәжірибелі еді. 44 жасты тәжірибелі 8000 сағат ұшқан борт командирі және 3000 сағат ұшқан швециялық 34 жастағы екінші ұшушы. Не дұрыс болмаған болуы мүмкін. Ұшақ дерлік жаңа еді. Ол Viking атты Макдоналд Дуглас MD-81 еді. Оның алғашқы ұшуы 1991 жылы 16 март күні болып өткен. Дәл сол күні ұшақтың пайдаланылғанына енді ғана 9 ай болған еді. 122 жолаушы және 7 экипаж мүшесі бар еді. Скандинавия авиакомпаниясы 751 рейсті Стокгольмдан Варшаваға ұшып бара жатқан еді. Ұшақ бір рет Копенгагенге қонып өтуі керек болып, Швеция астанасында жергілікті уақытпен 8:47-де ұшып кетті. Бұл уақытқа келіп, жолаушылар сұмдық апатқа ұшырауға жақын еді. Барлығы кешке жақын басталды. Самолет Цюрихтан Стокгольм әуежайына сағат 22:09-да жетіп келді. Ұшақ түнді ұшу жолында өткізді. Күн 0 дәреже шамасында еді. Жағдайды 3000 тоннаға жақын жанармайды қанатында орналасқан бактарда қалғаны қиындатар еді. Жанармай өте суық еді. Себебі ұшақ крейсер биіктігінде ұшып жатқанда салон сыртындағы ауа температурасы Цельсий шкаласы бойынша -52-ден -62-ге дейін жеткен еді. Цюрихтан жасалған ұшу 1 сағат 40 минутты құрады. Түн ортасында борт қызметкері ұшақты тексеру үшін келді. Оны шассидан сұйықтықты тазалауға тура келді. Әйтпесе ол ұшақты тексере алмас еді. Түнгі сағат 2-ге жақын қызметкер қанат үстінде мұз бар екенін байқады. Таңертең жағдай тағы да қиындады. Қанаттар үстінде мөлдір көрінбейтін мұз пайда болды. Ұшақ ұшу жолын таңертеңгі сағат 8:30-да бастауы керек еді. Ұшудан алдын ұшақ механигі ұшақтың төменгі бөлігі мұзбен жабылғанын байқады. Ол жоғарыда мұз жоқ екендігіне көз жеткізу үшін жоғарыға көтерілді және жоғарыда мұз жоқ еді. Тек қана сұйықтық. Механик двигательдердің бірінші ауа қабылдауын тексеруге шешім қабылдады және күмәнді ештеңе жоқ еді. Содан соң қызметкер 1000 литрден артық мұзды ерітетін сұйықтықтың көмегімен мұзды алып тастады. Механик ұшақ қызметкерлеріне ұшақтың төменгі бөлігінде дәл солай мұзды ерту керектігін бұйырды. Себебі ол ұшақтың төменгі бөлігінде мұз бар екенін көрген еді. Алайда ешкімнің ойына ұшақтың үстіндегі мөлдір мұзды тексеру ойына келмеді. Механик процесті аяқтағаннан кейін командирге ұшақ мұздан тазаланды. Өте көп қар және мұз бар еді. Біз олардың барлығын тазаладық деп хабар берді. Командир механикке ризашылық білдірді және ұшу алдындағы дайындықтарды жалғастырды. Ұшақ ұшу жолына шықты. Оның двигательдерінде мұздауға қарсы жүйе қосылған және көрсеткіштер жақсы еді. Алайда кейінірек ұшу кезінде жолаушылар қанатта мұз сырпанып түсіп жатқанын айтты. Бұған қарамай ұшақ ұшуын жалғастырды. Қысқа ұшудан соң тағы да ұшақта мұздың бірнеше бөліктері сырпанып түсті. Ұшақ толық тезлікте ұша бастаған кезде мұз бөліктері құрылымның жанындағы двигательдерге тиіп, компрессордың бірінші желдеткішіне зақым жеткізді. Сол кезде борттағы жолаушы Холмберг жайсыздық орын алып жатқанын сезді. Бірінші ол стюардессаға бірінші двигательдің дұрыс істемей жатқанын айтты. Стюардесса экипажбен байланысуға әрекет жасады, алайда байланыса алмады. Кейін ұшушы кабинаға қарай жүгірді және экипажға жәрдем бере алатынын айтты. Екінші ұшушы оған төтенше жағдайға арналған парақшаны берді. Командир ұшақтың құйрық бөлігіндегі газ турбасындағы көмекші күшті іске қосуға нұсқау берді. Холмбергтің кеңесі және көмегі бұл жағдайда өте бағалы болды. Алайда ұшақ ішіндегі жолаушыларды құтқару үшін бұл жеткілікті ма? Ұшақ бұлттар арасына 270 метр биіктікке көтерілгенде, ұшушылар әуежайға қайтуға уақыт жетпейтінін түсінді.
төтенше жағдайда қонуға тура келді. Командир экипаж мүшелеріне апатты жағдайда қону жағдайына дайындау туралы бұйрық берді. Солтүстік жақта кең алаң бар еді. Алайда командир ол жерге дейін ұшып бара алмайтынын түсінді. Сол себепті ол ұшу жолындағы орман шетіндегі аймақты таңдады. Ол Швециядағы Улпан аймағының Гатьордан ауылынан онша алыс болмаған жерде еді. Холмберг жапқыштарды іске қосуға кіріскенде ұшақ бар болғаны 420 метр биіктікте еді. 55 метр биіктікте командир Стокгольмдағы диспетчерге біз жерге құлап барамыз деп хабар берді. 7 секундтан соң ұшақ ағаштарға соқтығып, оң қанатының үлкен бөлігінен айырылды. Бұл кезде шасси ашылып, тездік болса сағатына 193 км-ға түскен еді. Сол кезде ұшақтың құйрығы жерге ұрылып, үзіліп, ұшақ алаңда үлкен тездікте сырпанып бара жатқан еді. Ол сол кезде 110 метр қашықтықты дәл солай сырпанып өтті. Алаңда үлкен із қалдырды. Ұшақтың негізі және қону құрылғысын жоғалтты. Ұшақ 3 бөлікке бөлініп кетті. От шықпағаны ғажайып жағдай болды. Ұшақ апаты орын алған жерден алынған суреттерге қарап, бөліктерге бөлінген және бөліктері әр жерге шашырап жатқан ұшақтағы 129 жолаушының барлығы аман қалғанына сену қиын. Бұл ғажап. Бұл жағдай кезінде стюардессалар уайымға салынбады және жолаушыларды сабасына келтіруге әрекет жасады. Бұдан да ғажабы, ұшақтан 4 кісіден басқа барлық адам өздері шыға алды. Бұл жағдайды ғажайып деп атағаны бекер емес. Ұшақ айтарлықтай жаңа болғанына қарамай, жарамсыз жағдайға келді. Барлық экипаждың әрекеті жоғары дәрежеде бағаланды. Қону өте шеберлікпен жүзеге асырылған еді. Командир ұшушыларға алған білімдерінің және тәжірибелерінің дәл осы жерде жәрдем бергенін айтты. Ол барлық экипаждармен мақтанатынын және барлық адамдардың аман қалғанына қуанатынын айтты. Ұшушы қайтадан ұшу алаңына шықпады. Достар, видео ұнаған болса, арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.